Бәріңе сәлем. Бүгін сенбі. Менің тоңазытқышым бос қалды, сондықтан мен азық-түлік сатып алуға келдім. Бұл Easy қазақтың Slow қазақ эпизоды, яғни барлық сатып алуға қатысты сөздерді баяу айтамын. Ең алдымен маған арба керек. Не аларыңды білмесең, бәрін аласың деген сөз бар. Сондықтан мен әрқашан тізіммен жүрем. Осы тізім бойынша қазір зат сатып аламын. Ал маған бүгін Алмат көмектеседі. Ендеше кеттік. Мен тізімімді қайта тексеріп жатырмын. Мына жерде йогурттар тұр. Мен өзіме керегін қазір таңдап аламын. Әдетте осындай йогурт аламын. Бұлар құлпынай қосылған және шие қосылған. Бұл сүт өнімдер бөлімі. Мұнда сүттен жасалған әртүрлі өнімдер бар. Мысалы, айран. Сосын айранның өте сұйық түрі бар. Бұл қазақтың ұлттық сусынына жатады. Оны шалап деп айтады. Бірақ оны әлемдік жұртшылық түрік айраны деп таниды. Сосын сүт өнімдеріне қаймақ және сүзбе жатады. Ал бұл сүт. Таңғы асқа Геркулес алғым кеп тұр. Бұл сұлы жарма. Күріш, тары, үрме, бұршақ, жасымық, бұршақ, қара, құмық. Қазақтар шайды жақсы көретін халықтардың бірі. Сондықтан мен де ара-тұра шай ішіп тұрамын. Сол үшін маған сүт керек. Сусындар бөліміне келдік. Бұл жерде газды және газсыз сусындар тұр. Бұл кола, газды сусын. Одан соң бұл кәдімгі су. Бұны қазақтар қара су деп айтады. Сөреде шырындар орналасқан. Шырынның әр түрі болады. Мысалы, бұл қызанақ шырыны, шабдалы шырыны, алма шырыны. Біз нан тоқаш бөліміне келдік. Маған қара нан керек. Бұл Бородин наны. Қазір мен жарамдылық мерзімін тексеріп алайын. Бөлке нан, қара нан, тандыр нан, аталайды. Батон, тоқаш, Жайма, макарон, кеспе, лапша. Мына жерде менің бала кезімдегі сүйікті снектерім. Мынау жаңғақ. Бұл әдетте тұзды немесе тәтті болады. Мен бұдан 2 дрожжи аламын. қант, тұз, ақ желкен, лавр жапырағы, ас көк, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Мен жеміс жидек бөліміне келдім. Маған алма және қияр алу керек. Ол үшін дорба қолданамын. Қазақстанға келсең, әсіресе Алматыға жол түссе, онда Алматының ерекше алмасы апорттың дәмін татып көр. Ол өте дәмді және тек қана Қазақстанда бар. Мен алма мен қияр сатып алдым. Енді бұларды таразыға салып өлшеймін.
мына жерде сары және қызыл алма. Мында қызанақ, жүзім, қара жүзім және жасыл жүзім. Қияр, анар, мандарин, алмұрт. Мында құрма. Ал енді көкөністермен танысайық. Мына жерде орам жапырақ, немесе капуста деп те айтады. Сосын қызылша, сарымсақ, сәбіз, алдыда картоп, сосын пияз тұр. Қазақша сөз дорбаңды бізбен бірге байыта аласың. Ол үшін Изи Қазақтың тіл үйренушілер платформасына жазылып қой. Біз онда осы эпизодқа сай қазақ ағылшын тілдеріндегі сөздікті дайындап қойдық. Сен оны жүктеп алып, кейін интерактив жаттығуларды орындай аласың. Біздің мембершипқа қосылу үшін осы видеоның астындағы сілтемені қолдан және тезірек қосыл. Біз сені күтеміз. Аида кассаның алдына келді, енді кезекте тұр. Заттарын қойып жатыр, төлеп жатыр. Сөмкеге зат салып жатыр. Мен азық-түлік сатып алып болдым. Енді түбіртекке қарайын. Барлығы 5570 теңгеге шықты. Бүгін бізбен бірге болғандарың үшін көп рахмет. Енді сенің кезегің. Өзің соңғы рет азық-түлік сатып алған кезде не алдың, соны пікір бөліміне жазып кет.